Бүгін біз пп шаурма дайындаймыз. Ол үшін бізге лаваш, саңырауқұлақ, ірімшік, тауықтың филесі, пияз, аскөк пен ақжелкен, қаймақ керек. Ірімшікті теркадан өткіземіз. Пиязды майда текшелерге бөлеміз. Саңырауқұлақтарды жұқалап тураймыз. Тауықты жіңішкелеп тураймыз. Табаға май құйып, пиязды саламыз. Сары түсті болғанша қуырамыз. Саңырауқұлақтарды қосамыз. Кішкене қуырып аламыз. Тауықты қосып, піскенше бұқтырамыз. Қалауыңызға қарай дәмдеуіштер мен тұз қосамыз. Менде қара бұрыш және паприка. Қаймақ қосамыз, аскөк пен ақжелкен қосамыз. Салмамыз дайын. Лавашты майда жолақтарға бөлеміз. Салмасын салып, үшбұрыш конверт ретінде бүктейміз. Өте дәмді тіл үйірер пп шаурмамыз дайын. Асыңыз дәмді болсын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарийда қалаған сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Каналыма подписаться батырмасын басып, жазылып, колокольчик батырмасын басып, хабарлама қосуды ұмытпаңыздар. Каналымдағы жаңа видеолардан қалып қоймаңыздар.